Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Дара және күрделі етістік туралы алған білімімізді толықтырамыз. Оқу мақсаты жіберілген қателерді түзету, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, дара және күрделі зат есімдерді анықтау. Алдымен өткен сабақтарға шолу жасайық. Сөз таптары. Қандай сөз таптарын білеміз? Зат есім, етістік, сын есім және сан есім. Етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары қайтты, не істейді, не қылды және іс-әрекетті білдіреді. Және етістіктің қандай түрлері болады? Етістіктің дара және күрделі түрі бар. Сонымен балалар, дара етістік дегеніміз жасалуына қарай бір сөзден тұрады. Мысалы, жүгірді, ойнады. Ал күрделі етістік жасалуы 2-3 сөзден жасалады. Мысалы, оқып отыр, жүгіріп жүр. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығу 26-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Енді балалар, өлеңдегі етістіктерді тап. Өлең мазмұны бойынша сұрақ қой. Ендеше өлеңдегі етістіктерді табайық. Жақсы. Олай болса, қайтеді, оңбайды, қайтеді, өкпелеп кетеді, қайтеді, қонбайды. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма 28-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбын ойластыр және негізгі ойды айт дейді. Ендеше балалар, мәтінді бірге оқиық. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жылу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Балалар, осы мәтін бойынша тақырып ойластырайық. Тақырыпты құстардың тұмсығы деп алсақ та болады екен. Жақсы, ал негізгі ой не туралы айтылған бұл мәтінде? Әрине дұрыс айтасың. Бұл жерде құстардың тұмсығының маңыздылығы жайлы айтылған екен. Жарайсың, тамаша. Сонымен 27-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін түзе дейді. Ендеше жаңылтпашты оқиық. Үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Кәнеки ойланайық. Қандай қате жіберілген? Дұрыс. Үміт түбіт түбіт түтіп дегенде әрпінің орнына әрпі жазылған екен. Жақсы балалар, келесі жолы мұқият болыңдар. Қате жіберуге болмайды. Етістіктердің алдына зат есім қойып, сөйлем құрап жаз. Етістіктер сайрайды, өсіп тұр, ұғып алды, жылынды, себелеп тұр, тарады. Үлгіге қарайтын болсақ, бұлбұл тамылжыта сайрайды. Ал енді балалар, ойланайық, етістіктерге зат есімді қойып, сөйлем құрайық. Жақсы. Ендеше оқиық. Орманда бұлбұл сайрайды. Бақшада ағаш жайқалып өсіп тұр. Аят бүгін сабақты жақсы ұғып алды. Күн биыл ерте жылынды. Далада жаңбыр себелеп тұр. Маржан шашын тарады. Жарайсыңдар, тамаша. Сендерде өте жақсы сөйлемдер шықты. Жақсы балалар, енді сабағымызды қорытындылау мақсатында сендермен дара етістік және күрделі етістік ойынын ойнайық. Ендеше аквариумдағы жүзіп жүрген балықтарды аквариумдарға орналастырайық. Дара етістік және күрделі етістік.
отыр, жүзіп жүр, күрделі етістік, жазды, дара етістік, отыр, дара етістік, оқып жүр, күрделі етістік, келе жатыр, күрделі етістік, ұшты, дара етістік, биледі, дара етістік, секірді, дара етістік. Жарайсыңдар, тамаша. Бүгін сабаққа жақсы қатыстыңдар. Сау болыңдар.